Өз тойында қой баққан келін. Адам болған соң әркімнің мінезі әртүрлі болып жатады ғой. Біздің үймен көрші тұратын Қалдықыз апаның бітім болмысы мен мінезі елден ерек, өзгеше. Ол кісімен өзге көршілеріміздің өзі сөз таластырып, бетіне тіке келе алмайды. Бұзықтықпен аты шыққан апамыз өзінің қосақ жары Тоқтар атаны ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын. Мінезі салмақты, көп сөйлемейтін шалы кемпірінің шайпау мінезіне төзе-төзе төсек тартып ауырып жатпай-ақ дүниеден ерте озды. Шалы барда малға қарап су тасымаған апамыз үйдің бар тіршілігі өз басына түскеннен кейін бұрынғыдан да ашуланшақ болып кеткен болатын. Басынан құс ұшырмай, бетін қақпай өсірген жалғыз ұлы жалғасты адам тұрмақ ұшқан құстан қызғаныш еді. Қиыншылықтардан шығар жолы осы деді ма? Амалсыздан жалғасты үйлендірді. 18-ге енді толған айды жылап сықтағанына қарамастан алып қашып әкеліп орамал салды. Апамыздың пейіліне қарай жетім өскен толғанай бұл отбасыға дөп келгендей болды. Беташар өткен күннің ертеңіне апамыз келінін таңғы 5-тен тұрғызып алып, биесімен сиырын сауғызып, қора тазалатты. Малы өріске шыққаннан кейін аула сыпырып, одан бірінің артынан бірі тірлік тауып тыным таптырмады. Жайға әрең жеткен жас келін зорға құлады. Бұл ештеңе емес екен. Жұмыстың көкесі түстен кейін басталды. 5 жылдан бері жиналған малдың қиын жас келінге тезек істету үшін жалаң аяқ илеттірді. Арасында бие сауы, одан қалса кешкі малдың келетін уақыты, тамақ істеу сияқты абыр-сабыр тіршіліктен келіннің миы ашығаны соншалық бірінші күні-ақ тауы шағылды. Бұл кезде күйеуі көлеңкеде құс жастықты құшақтап, анасының қасында шай ішіп демалып, рахат күй кешіп жатқан еді. Бір күннен бір күні қиыншылықпен өтіп жатқан келінге өзінен баласын қызғанған ененің ащы тілі мен көкесінді сөзі, мысқылдай қараған көз қарасы бәрі түрпідей тиетін еді. Түскеніне ай толғанда той күні белгіленді. Келінге кигізетін той көйлегін Қалдықыз апамыз қаладан өзі барып алып келді. Ертең той болады деген күні түнде келінін ұйықтатпай еті мен бауырсағын пісіртіп алды да, ертесіне баласы оны қой кезегін бағуға жіберді. Мұны естіп көріп отырған көршілер таң қалып, жағамызды ұстадық. Шыжыған ыстық күнде екі беті күнге тотығып, аяқ-қолы күс-күс болып жарылып кеткен келін бейшара күн ұясына қонар сәтте малды айдап жетті-ау әйтеуір ауылға. Артық сөзі жоқ, бірдеңе десе аузына құм құятын енесіне жәутеңдеп қараған толғанай енді не істейін деп бұйрық күткен сыңайда. Бұл жағдайды көріп тұрған мен шыдай алмай кеттім. Келін-ау, не қарап тұрсың? Тезірек жуынып киінсейші, дедім. Мұны естіген енесі де, былжырамай тездет, дегені. Сол күні төрде отырған екі жас бірін-бірі сүйіп қосылған бақытты жандарға мүлдем ұқсамайды. Тойдың аяғы бітер-бітпес, арақты той ішкен жалғас, келіншегі толғанайды жазықсыздан жазықсыз тепкінің астына алды. Қалдықыз апамыз ұлына қой деудің орнына сорлы қатын, саған сол керек, шымылдығың желбіреп жетісіп қалып едің, бажылдап жүрді. Ұлы мен келінінің өмірінде бір-ақ рет болатын бір сәттік қызығын да көп көрген апамыз келген қонақтарды да той бітпей тарқатып жіберді. Содан бері 5 жыл өтіпті. Толғанай келін 2 баланы дүниеге әкелді. Енеден көрген қорлығы аздай, жатып шер, кер жалқау күйеуінен де көресіні көріп келеді. Кисе кигенге, ішсе ішкенге жарымаған толғанайды 23 жастағы жас келіншекке ұқсата алмайсың. Ол 30-дан асқан жандай өзімен өзі сөйлесіп жүретін күйгелек жанға айналған. Жазықсыз жас адамның өмірін дәлге кеткен Қалдықыз апамыз сау адамды ауру етіп отырып, өзіне ешқашан шаң жуытпайды. Осындай пиғылды адамдар ортамызда көптеп кездесіп жатады. Оларға Алла өзі жазасын берсін дегеннен басқа не айтуға болады? Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер.